Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай меренговый рулет дайындадым. Бұл рулетті дайындау барысында менде бірнеше кедергілер, яғни қателіктер болды. Сол қателіктермен сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең бірінші осындай жұмыртқаның сарысын бөліп алып тастап, тек қана ақ уызын алдым, оның үстіне қантты салып, миксермен араластырдым. Жай жылдамдығынан бастап, үлкейте отырып, аппақ керемет көбік болғанша араластырамыз. Міне осылай аппақ көпіршік болған кезде аздап лимон қышқылын немесе лимонның суын осылай құйып, тағы да аппақ болып өзінің формасын сақтағанша араластыратын боламыз миксермен. Және де осы рулетке қажетті заттардың барлығын төменде описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Енді үстіне осындай електен өткізіп, кукуруз крахмалын салып, оны осындай күрекшенің көмегімен араластырамын. Одан кейін осы дайын болған біздің белогымызды, яғни ақ уызымызды осындай пакетикке салып, осылай бір ретімен формаға келтіріп салсаңыздар да болады. Немесе сол дайын күйінше осы пергамент қағазының үстіне сала салып, кез келген қасықпен немесе күрекшемен тегістеп шықсаңыздар болады. Мен негізі осылай әдемілеп рет-ретімен салғым келген, бірақ мен бастапқы кезде ақ уызды салған кезде қалыңдау етіп салып жібергенмін. Сол себепті менде ақ уыз соңына дейін жетпей қалды. Көріп тұрғандарыңыздай мен қалғанын осылай жайып шықтым жұқалап. Осылай жайып шыққаннан кейін 140 градуста алдын ала духовканы қыздырып алып, 30 минуттай духовкада осылай сарғайғанша пісіріп аламыз. Енді осының бетіне тағы да пергамент қағазын төсеп, асты решетка осындай кез келген бір затты алып, мендегідей, сонымен келесі бетіне төңкеріп қойып суытатын боламыз. Суытқан кезде сәл ғана жылылау күйіне дейін суытқан дұрыс. Егер біз қатты суытып, бұл құрғап кететін болса, біз ораған кезде біздің осы ақ уызымыз сынып кетуі мүмкін. Енді арасына әркім әртүрлі салма салады. Мен осындай 8%-ды йогуртты салдым. Және де үстіне банан мен жаңағы кивиді майдалап турап салатын боламын. Менен кеткен бір қателік, мен йогуртты тым көп салып жіберіппін. Жұқалап аздап қана салсақ жеткілікті. Және де осы салмасында аздау салу керек екен. Себебі қазір ораған кезде мына ортасындағы салмасы қатты ауыр болып кетеді да. Мына біздің ақ уызымыз өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай нәзік. Сол себепті менде дәу үлкен болып кетті рулетім. Бірақ дәмі өте жақсы шықты. Сіздер егер жасайтын болсаңыздар, осы қателікті жібермеңіздер. Ортасына осы банан мен кивиден бөлек кез келген жемісті салсаңыздар болады. Бетіне де өздеріңіз қалаған жеміспен немесе креммен әсемдесеңіздер болады. Дәмі өте жеңіл, керемет, жұмсақ болып шығады екен. Шай ішкенге өте керемет үйлеседі. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыз.